Саламатсыңдар ма? Арыс қаласының номер 17 колледж студенттері. Мен Сатымбекова Маржан Әбдіқадырқызы сендермен бірге физика сабағында жабық тербелмелі контурдағы энергияның айналуы, жоғарғы жиіліктегі тоқтар, оларды қолдану, электромагниттік өріс және оның кеңістіктегі өзгеруі, электромагниттік өрістің энергиясы мен оның материалдығы тақырыбын қарастырамыз. Бүгінгі сабақта жабық тербелмелі контур туралы мағлұмат аламыз. Тербелмелі контурда энергияның айналу процестерімен және период шамасының контурдағы индуктивтік пен сыйымдылық шамасына тәуелділігін анықтайтын формуласымен танысамыз. Радиобайланыс немесе дыбысты ұзақ қашықтыққа жіберу радиобайланыс антеннасынан шығатын электромагниттік толқындар арқылы жүзеге асады. Электромагниттік толқындардың көзі ретінде үдемелі қозғалысқа түсетін зарядталған бөлшектер болады. Сондықтан антеннадан электромагниттік толқындар пайда болу үшін еркін электрондардың тербелісін тудыру қажет. Мұндай тербелістер электромагниттік деп аталады. Сонымен контурдағы электр және магнит өрістері энергияларының бір-біріне айналу процесімен бірге жүретін зарядтың, тоқ күшінің және кернеудің периодты өзгерісі электромагниттік тербелістер деп аталады. Қуатты электромагниттік толқынды тудыру үшін және оны тіркеу үшін оның кеңістіктегі таралу жиілігі 0,1 мегагерцтен аз болмауы керек. Мұндай жиілігі жоғары тербелістерді айнымалы тоқ генераторынан алуға болмайды. Сондықтан жоғары жиілікті генераторлар қолданылады. Ал бұлар кез келген радиобайланыс құралдарында болады. Генератордың негізгі бөлігі ол тербелмелі контур. Сонымен тербелмелі контур дегеніміз сыйымдылығы S конденсатор мен индуктивтілігі L катушкадан тұратын электр тізбегін айтамыз. Егер мұндай жүйеден актив кедергіні алып тастасақ, онда бұл контур нақты немесе идеал, кейде жабық контур деп атайды, немесе Томсон контур деп аталады. Томсонның нақты контуры деп актив кедергісі жоқ тербелмелі контурды айтады. Нақты тербелмелі контурда еркін тербелістер өшеді. Мұнда энергия шығыны толықтыру қажет. Тербелмелі контур катушка және конденсатордан тұрады. Катушка және конденсаторды кілт арқылы тоқ көзіне қосамыз. Конденсаторды тоқ көзіне қосқанда конденсатор зарядталады. Егер зарядталған конденсаторды катушкамен жалғасақ, катушка арқылы электрондар конденсатордың теріс зарядталған пластинасынан бастап оң зарядталған пластинаға қарай жылжиды.